Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Шакир Қожайлас. Мен бүгіндікке 11-ші аптаның 20-шы ғасырдағы Қазақстанның қоғамдық және саяси өмірі туралы айтып кетейік. Біріншіде келе Қазақ АКСР-ның құрылуы және Әлімхан Ермековтің қызметі. Жалпы алғанда 1920 жылдың 26 тамызында Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы толығырақ Қазақ АКСР құрылды. Қазақ халқының тарихындағы осы маңызды оқиға кеңес үкіметінің және жаңа саясатын жүзеге асыруға мақсатында жүргізілген болатын. Және де Қазақ АКСР ол кеңес одағының құрамында құралғанымен, оның алғашқы кезеңдерінде көптеген ішкі қайшылықтар мен саяси күрестер орын алды. Ол кезеңнің маңызды тарихи тұлғасы ол Әлімхан Ермеков. Ол қазақ мемлекетінің негізін қалау жолында зор еңбек сіңірді, және де Ермеков Қазақстанның ұлттық шекараларын белгілеуде маңызды рөл атқарып, Қазақ АКСР үшін маңызды саяси шешімдерді қабылдауды белсенді болды. Әлімхан Ермеков кеңес үкіметі құрылғаннан кейін қазақ халқының мүддесін қорғауда күрескен ірі қоғам қайраткері, және де оның басты мақсаттарының бірі ол Қазақстанның географиялық және мәдени аумағын айқындап, қазақтың өзіндік болмысын сақтау болып келеді. Және де ол Қазақстанның шекараларын белгілеуде айрықша рөл атқарып, Ермеков 1920 жылы кеңес үкіметіне қазақ халқының мүдделерін қорғап, еліміздің шекараларының тұтастығын сақтау туралы ұсыныстар жасады. Әлімхан Ермековтің бұл қызметі Қазақстанның тарихи және мәдениеті тұтастығын сақтап қалу үшін маңызды қадам болды. Ермековтің өміріндегі тағы бір маңызды кезең оның республика үкіметіндегі қызметі. Ол кеңес үкіметінің құрамында болғанымен қазақ халқының ұлттық мәдениетінің дамуында да ерекше мән берді. Осы кезеңде әсіресе халықтың сауатын ашу, білім беру жүйесін жаңарту және де мәдениет пен өнердің жаңа түрлерін қалыптастыруға бағытталған жұмыстар қолға алынды. Және де бұл да өз кезегінде Қазақ АКСР-ның мәдениеттің дамуына, халықтың білім мен ғылымға деген қызығушылығына арттыруына ықпал етті. Және де Әлімхан Ермековтің Қазақ АКСР-ның құрылуындағы рөлі тек қана саяси салаға қатысты емес, ол экономикалық және мәдени салаларда да маңызды із қалдырды. Оның қызметі ұлттық мәдениетті, тіл мен әдебиетті сақтау мақсатында атқарылған ауқымды жұмыстардың бір бөлігі болып қарастырылуы тиіс. Екінші, ол мәдени құрылыс және оның қайшылықтары. 1920-1930 жылдары кеңес үкіметі бүкіл кеңістік бойынша жалпы алғанда мәдени революция жүргізуге тырысты, және де бұл өзгерістер Қазақстанға да әсер етті. Қазақ халқының мәдениетін жаңартып, кеңес идеологиясына сәйкес жаңартулар енгізу бағытталды. Және де бұл кеңес үкіметі үшін мәдениет тек қана білім мен ғылым ғана емес, сонымен қатар саяси құрал болды. Мәдени революцияның басты мақсаттарының бірі халықтың сауатсыздығын жою, жаңа ұрпаққа коммунистік көзқарастарды қалыптастыру және олардың кеңес үкіметінің идеологиясына бағындыру еді. Және де Қазақстанда бұл кезеңде және мәдени құрылыс басталды. Қазақ халқының мәдениеті мен өнері жаңа сипат ала бастады. Қазіргі қазақ мәдениеті мен әдебиетінің негізін қалаушыға осы кезеңде маңызды рөл атқарды. Алайда кеңес үкіметінің мәдени саясатында көптеген қайшылықтар болды. Bir жағынан жаңа кітаптар, оқу құралдары, мәдениет пен өнер саласында білім мен біліктілерді арттыру үшін түрлі бағдарламалар енгізілді. Бірақ екінші жағынан ол ұлттық дәстүрлер мен мәдени ерекшеліктер жиі ескерілмей, оның коммунистік идеологиясына сай келетін қатаң ережелерге бағындыруға тырысып отты. Және де кеңес үкіметі ұлттық мәдениетті өз мүддесіне бағындырып, көптеген ұлттық дәстүрлер мен тілді ұмыт қалдырды. Бұл қайшылықтар мәдениет
мәдениет саласында халықтың рухани өмірінде ауыр әсер етті. Және де қазақ зиялыларының шығармалары ол кеңес үкіметінің идеологиясына қарсы шыққан деп танылып, олар қуғын-сүргінге ұшырады. Ұлт зиялыларының көпшілігі өз шығармаларында қазақ халқының болашағын, ұлттық тәуелсіздігін көтеріп, мәдениет пен тілдің сақталуының маңыздылығын көрсеткен еді. және де бұл кезеңде қазақ тілінде көптеген жаңа шығармалар жазылып, қазақ әдебиеті мен жаңа бағытқа дамыды. Алайда кеңес үкіметінің талаптары әдебиет пен өнер саласындағы шығармашылық еркіндікті шектеді. Кеңес билігі өз идеологиясын халық арасына тарату үшін мәдениет саласына бақылау орнатты. Бұл өз кезегінде ұлттық шығармашылықта дамуына кедергі келтірді. Ұлттық мәдениет пен дәстүрлердің сақталуы мен даму үшін күрес осы кезеңде үлкен қайшылықтардың бірі болды.